қысым сағатымыздың тақырыбы төтенше жағдай немесе жеке жағдай деп аталады. Бұл жерде айта кететініміз төтенше жағдайда өрт қаупі болуы мүмкін, немесе көшкін қаупі болуы мүмкін, жер сілкінуі мүмкін. Мысалы класстың ішінде жер сілкінетін болса, біз бірінші жағдайда қайдасын кіріп отырамыз. Немесе далаға судан басымызға қойып жүгіріп шығып кетеміз. Үшінші жағдайларда біз өрт сөндіруші қызметіне хабарласамыз. Қызыл шашамыз. Иә. Қызыл шашамыз, өзіміз хабарласамыз, өрт шығарып төтенше. Немесе полиция қызметкерлеріне хабарласамыз. Төтенше жағдайда полиция қызметінің номері 102 өртке 103 береді. Жер сілкінісі болғанда партаның астына тығылуға болады, және де бұрышқа тұруға болады. Ең бірінші 103-ге жедел жәрдемге звондау керек. Бірінші алғашқы көмегіміз ол 102 немесе 103-ге хабарласамыз. Келесі нұсқаулықтарды орындаңыз. Радио немесе теледидарды қосып, ақпаратты тыңдаңыз. Заттарды ақша заттарды жинаңыз. Жобаны көтеріп, қолданбалы құралдармен сигнал қойыңыз. 102 нұсқаулықтарды орындаңыз. Радио немесе теледидарды қосып, ақпаратты тыңдаңыз. Содан кейін электр, су және газ жабдықтарын өшіріңіз. Бірінші кезектегі қажет заттарды ақша заттарды жинаңыз. Жобаны көтеріп, қолданбалы құралдармен сигнал қойыңыз. 112 нөмірін теріп, құтқару қызметін шақырыңыз. Өзіңізді және жақындарыңызды сақтаңыз. Көрдіңдер ғой балалар. Видеоны түсіндіріңіз. Төтенше жағдай болған кезде қандай бір хабарласу керек? Және де осы төтенше жағдайда біз ең бірінші не істеуіміз керек? Су тасқыны болған кезде бірінші радионы, теледидарды бәрін қосып, рекламасын тыңдап және бұл жерде ойымыз біздің бірінші теледидардан, жаңалықтардан өзімізге керекті ақпарат жинап аламыз. Сосын керекті жағдайларға жабдықтарды, ақшаны, документтерді алып, неге қағашамыз? Биік жерге шығамыз. Сол жерде біз 112-ге хабарласып өзімізді көмек күтеміз. Түсінікті болған? Қорытынды болған. Бізде қорытынды біз тау аймағы тұрғандықтан, Алматы қаласында бізге әр жағдайда дайын болуымыз керек. Жер сілкінісіне, тау көшкініне. Сол себепті біз мәліметтерді алған сияқты бірінші ғана мезаттарды жатырған ең болып 112-ге хабарласып дайындалуымыз керек. Жақсы болды. Бүгінгі комиссарымыз аяқталды. Сіздердің алдына